Қайырлы күн, достар. Бүгін тағы да кезекті терапиямыз өтті. Астаналық Бақытгүл ханыммен бірге өткен терапиямыз варикоз мәселесіне арналды. Мәселенің түпкі себебі өзінің дүниеге қыз болып келуін қабылдай алмаудан болған екен. Бұл анасының құрсағында бір апталық кезеңде анасының сезімдерімен, эмоцияларымен, әрекеттерімен пайда болған бағдарлама болып шықты. Бағдарламаны түбегейлі позитивке ауыстырып, оның өмірде орын алуы үшін жаңа әрекеттерді бекіттік. Қазір Бақытгүл ханымның жағдайы жақсы, көңілі көтеріліп, іштегі бір ауыр жүктерден арылды. Сонымен қатар 1,5 сағатқа созылған терапияның 1 сағаты трансформацияға, қалған жарты сағаты рухани дәріске, өмірлік бағыт бағдарға арналды. Әрине, ол клиенттің өзінің сұранысы бойынша.